Алматы облысы Алакөл ауданы Шырал қазақ гимназиясы мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Бастауыш сынып мұғалімі Мукушева Назгүл Кенесовна. Пәні сауат ашу, тақырыбы ас адамның арқауы, дауысты және дауыссыз дыбыстар. Сынып 1. Бүгінгі сабағымыздың мақсаттары: тыңдалған мәтінді оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау, сұрақтарға толық жауап беру, дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс дыбыстау. Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз алдыңғы сабақта сендермен ас адамның арқауы деген тарауды бастағанбыз. Енді бүгінгі сабағымызда біз алдыңғы білімімізді жалғастырамыз. Ол үшін мына берілген ребусты шешейік. Ребус дегеніміз, түсіндіріп өтейін, сөз бен суреттерді бірге қоссақ, бізде мақал шығады. Ас, ата, сы, нан. Яғни бұл ребустың шешуі ас, атасы, нан деген екен. Бұл мақалды қалай түсінесіңдер? Неге ас, атасы, нан деп аталған? Нан қандай тағам? Дастарханға біз нанды не үшін қоямыз? Нанды қалай жеу керек? Осы туралы өз ойларыңды мен білгім келеді. Енді оқулығымыздың 8 бетін ашып, 1 жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді түсініп оқы. Кәне мен мәтінді оқып беремін, сендер мұқият тыңдаңдар, одан кейін өздерің орындарында отырып оқисыңдар. Нанға бал жағып жеп отырған Асқар әжесіне қарап: «Әже, бал тәтті ме, әлде нан тәтті ме?» деп сұрады. «Нан тәтті» деп жымиды әжесі. «Жоқ, әже, бал тәтті ғой», деді Асқар. «Иә, балам, бал тәтті. Бірақ қанша тәтті болса да күнде жей алмайсың. Ал нанды күн сайын жейсің. Наннан қасиетті тағам жоқ. Сондықтан нан тәтті десек те болады». Бұл мәтіннің авторы Жұмабай Қайранбай екен. Жаңағы біздің ребусымыздың да шешуі де осы нанға байланысты болған. Бүгінгі өтіп отырған мәтініміз де нан туралы екен. Енді балалар, өздерің мұқият оқып шығыңдар. Астында сұрақтар тұр. Сұрақтарға ойланып жауап бер. Асқардың әжесі нанды не себепті тәтті деді? Сендер қалай ойлайсыңдар? Нан тәтті ме, әлде бал тәтті ме? Нан, бала, қасиетті сөздеріндегі дыбыстардан қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін айт. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды атаңдар. Біз балалар сендермен дауысты, дауыссыз дыбыстардың түстеріне қарай ажыратып, әріптерді өткен кезде танысқанбыз, я? Енді біз есімізге түсірейік. Дыбыс дегеніміз не? Әріп дегеніміз не? Дұрыс балалар, дұрыс айтасыңдар. Дыбыстарды біз айтамыз, естиміз, әріптерді біз жазамыз, көреміз. Енді жауаптарыңды келесі беттегі ақпаратпен салыстырыңдар. Ол сендердің оқулықтарыңның 9 бетінде ереже тұр. Яғни дыбыстардың өзі 2-ге бөлінеді екен. Дауысты дыбыстар, дауыссыз дыбыстар. Біз дауысты дыбыстарды қызыл түспен, дауыссыз дыбыстарды көк түспен белгіледік. Енді осы дыбыстардың бөлінуі бойынша мұқият жаттап алыңдар. Енді дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді әдемілеп жазып, 6 сәуір сынып жұмысы деп жолдың шетінен ә әрпінің, бас әрпін, кіші әрпін көркем әдемі жазып, бір жолға жазып шығамыз. 2 жаттығуға қарасаңдар, сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз дейді. Азат жолдан бастап, сөйлемдерді қатесіз әдемілеп дәптерімізге көшіріп аламыз. Нан қасиетті тағам. Дастарханға алдымен нан қойылады. Нанды жерге тастауға болмайды. Осы берілген
сөйлемдерді мұқият есімізге сақтап аламыз. Бірінші сөйлемдегі сөздерді дауысты және дауыссыз дыбыстарға ажырат дейді. Яғни, бірінші сөйлеміміз нан қасиетті тағам деген сөйлемді дауысты дауыссыз дыбыстарын ажыратып сызып шығасын. Яғни, бұл жерде көк және қызыл түсті қарындаштарыңды пайдаланып сызып шықсаңдар болады. Келесі тапсырма, үшінші жаттығуға назар аударсаңдар, бізде сөйлемдер берілген, бір шетінде суреттер берілген. Бұны ауызша орындайсыңдар, яғни сәйкестендіресіңдер. Табаға салып жапқаным не? Ол не, балалар? Әрине нан. Кілегей шайқап алғаным не? Ол май. Сөреге кептіріп жайғаным не? Ол құрт. Яғни осы сөйлеммен суреттерді сәйкестендіресіңдер. Енді бүгінгі сабақтан біз не түсіндік? Дыбыс дегеніміз не? Әріп дегеніміз не? Дауысты дыбыстарды ата, дауыссыз дыбыстарды ата. Және біз нан туралы көптеген мәлімет алдық. Нанды неге қасиетті тағам дейміз? Осы сұрақтарға жауап берсеңдер болады ойланып. Енді сендерге балалар, мен үйге мынандай тапсырма бергім келеді. 10-11 бетте суреттер берілген. 10 беттегі суреттерге ұнайды, ұнамайды деген белгілерді қойып шығасыңдар. Ал 11 беттегі суреттерді, яғни біздің дастарханымызға нан қалай дайындалып келеді, сол суреттерді ретімен қойып шық. Және өздерің қысқаша әңгімелейсіңдер. Бұл 10-11 беттегі суреттермен жұмыс ауызша орындалады. 12 бетте бізде ақ тоқаш мәтіні тұр. Осы мәтінді мұқият оқимыз, мәтінді түсініп, әрі қарай өздерің қалай оны жалғастырып аяқтар едіңдер. Дәптерлеріңе үй жұмысы деп жазып, 3-ші жаттығуды еңбекпен тапқан нән тәтті деген мақалды көркем әдемі қылтып жазып шығасыңдар. 4-ші жаттығуда үлгі бойынша дауысты дыбыстарды теріп жазасыңдар. Одан кейін астына дауыссыз дыбыстарды теріп, ажыратып, топтап жазып шығасыңдар. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша дауысты дауыссыз дыбыстар бойынша толық түсінді деп ойлаймын. Енді оны өздеріңнің тапсырмаларыңда қалай орындағандарыңды маған көрсетесіңдер. Сау болыңдар.